Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам имам Ахмадтан жететін хадисте айтады. Сахабалар сұрап дейді: "Я Расулаллах, ма хуал иман?" Алланың елшісі, иман деген не екенін айтып берші деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Ай якун Аллаху ва расулуху ахабба илейка мин сивахума." Алла және оның елшісі барлық нәрседен қашан саған сүйіктірек болады. Махаббатың Аллаға және оның елшісіне барлық нәрседен қаттырақ болған сәтте сенің иманың сол кезде кәміл болды деген екен. Басқа бір имам Бухари, Муслим жеткізетін хадисте: "Ла юъмину ахадукум хатта куна Аллаху ва расулуху ахабба илейка мимма сивахума." Ешқайсың толық иман келтірген болып саналмайсыңдар, Алла және оның елшісі барлық нәрседен сізге сүйкімді болмайынша деді. Басқа тағы бір Бухаридің, Муслимнің риуаятында не дейді? "Ва мин ахлихи ва малихи ва наси аджмаин." Малыңнан да, отбасыңнан да, бүкіл адамдардан да саған артық болмайынша Аллаға және оның елшісіне деген махаббат толық иман келтірген болып саналмайсыздар деді. Қатты ескерту жасап жатыр. Биллахи мустаан, Алла бізге жәрдемдессін осыда. Біз Алланы тану керекпіз біз. Пайғамбардың өмірбаянын оқудан артық тұрады Алланы тану негізі. Осындай қатты ескертулер айтылады. Омар радиаллаху анхудан жететін тағы хадис. Имам Абу Нуайм Хилятул Аулия деген кітабында жеткізеді. Пайғамбар айтты дейді. Омар айтып жатыр: "Назаран набию саллаллаху алейхи вассалама иля Мус'аб ибн Умайр." Бір күні пайғамбарымыз Мус'аб ибн Умайр жаңа Умайрға қарады дейді. Кезінде сондай бай болған сахаба да. Бай болған, ислам дінін алдын. Ең қымбат әтір, ең қымбат киім, соның барлығын Мус'аб киіп жүретін. Бірақ Мус'аб ислам дінін қабылдағаннан кейін отбасы тұртты: "Бар кет үйден" деді. "Бар кет, бізбен сөйлеспе" деді. Сөйтіп Мус'аб пайғамбардың алдына келіп тұрған кезде пайғамбарымыз Мус'абқа қарап тұрды да бүйтіп айтты дейді. Үстінде жаңағындай баяғы қымбат киімі жоқ, қарапайым киім, сондай нәрселермен келіп тұрды. Сөзі пайғамбарымыз айтты дейді: "Унзуру иля хазар раджул аллази наввара Аллаху қалбаху лақад раайтаху байна абавайхи бағзунаху биатьяби ттуами ва шураби фадааху хабба Аллаху ва расулуху иля ма таруна." Қараш мына жігітке. Бұл кезінде ең бай, ең қымбат тамақ, ең әдемі сусындарды ішетін адам осындай жағдайға түсіп тұр. Бірақ оның жүрегі нұрланып тұр. Және де оны Алла және оның елшісі жақсы көреді деп айтты. Алла тағала кімді жақсы көріп тұр? Мус'аб ибн Умайрды жақсы көріп тұрғанына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не істеген екен? Куәлік беріп отыр да. Куәлік беріп отыр. Сағынасың ғой, ол сағынашта олардың жүрегінде. Анас ибн Малик пайғамбарымыз дүниеден өткеннен кейін, қаншама уақыт өмір сүргеннен кейін бір күні жылап отырып айтады дейді. Жаңа адамдар сұрайды ғой, не үшін жылап отырсың десе, пайғамбарымыздың "Ей Унайс", анасы Унайс деп еркелетеді екен да. "Унайсым" деп айтатын пайғамбардың даусын сағындым деп айтады екен да. Сондай адамдар бар. Салман әл-Фариси. Сондай сахабаларды кейбір риуаяттарда келеді, жәннат сағынып кеткен да. Жәннат сағынып кеткен. Ал Алла жақсы көрді деген білесіздер міне.
Оны жәннат сағынат оны. Жәннатың да бүкіл нығмет оны сағынат. Жер, көк аспан, періште, бүкіл нәрсе оны сағынат. Бүкіл нәрсе оны жақсы көріп тұрады деген сөзді. Алла жақсы көрсе болды. Ол уақытта ислам дінін қабылдағандар сондай үлкен сынаққа шалдығатын еді. Басқа бір риуаяттарда келеді, бір сахаба келіп, имам Тирмизиде келеді, пайғамбарымыз дейді: "Я Расулалла", не деді? "Инни ухиббука". "Я Расулалла, мен сізді жақсы көрем" деді. Пайғамбарымыз айтты: "Ендеше кедей болуға дайындал" деді. "Я Расулалла, мен Алланы жақсы көрем" деген кезде, "Онда сынақтарға дайындал" деді. Ол уақытта сондай еді. Ислам дінін ұстанып жатқан бастапқы уақыттарда мұсылмандарға бойкот жариялап, бірақ олар қараңызшы, кедей болуға дайындай бер дегенде, ана сахаба қайтып кеткен жоқ та. Ол ары қарай кетті. Жүрегіндегі махаббаты одан сайын күшейген соншалық, "Мен Алланы да жақсы көремін" деді. Сол кезде Алла тағала онда бәлелерге, сынақтарға дайын бола бер деді. Сол себепті олар сол нәрсеге төзіп шыдап бергеннен кейін, олардың әріптері, аттары алтын әріппен жазылған, біз оларды радияллаху анху дейміз. Алла тағала оларға жайында Құранда радияллаху анху ва раду анху, олар Алладан разы болған сол кезде дейді. Біз жағдайымыз жақсы болған кезде Құдайдан разы емеспіз да қазір. Олар сол жағдайда Құдайдан разы болған, және де Алла олардан разы болған. Міне осы жерге ключевой да. Олар, ал бізде бар ғой барлығы, бірақ біздің жаңа осы дүниеге деген махаббатымыз сонша қатты байланып қалған, біз қазір 100 жерден тырыссақ та бәрібір де бір неміз болып тұрады, бір үй деген жеріміз болып қалады да. Жақсырақ үйде тұрсам болатын еді, жақсырақ машине, базардан емес, барып кішкене әлемнің ішіне барып киінсек, қысқа бір жақсы жылқы сойсам, әйтсе сиырдың еті деп сөйтіп жүрген адамдар қаншама. Бірақ Алла ол кісілерден разы болды да. Айтады, тағы осы Хилятул Аулия деген кітапта бір Исраилаттың бір әңгімесі келеді, Ибрахим алейхиссалам жайында. Өлім періштесі Ибрахим алейхиссаламға келіп көзіне көрінген кезде ол айтты дейді. Енді жанын алып кетуге келген ғой. Сол кезде Ибрахим алейхиссалам айтты дейді: "Хал раайта халилан ямиту халилаху". Нана періштеге айтып атқан сөз ғой. Сен қашан көрдің? Сен қашан көрдің? Дос өзінің досын өлтіргенін, өзінің досын жанын алғанын қашан көрдің дейді да. Яғни Алланың досы ғой, Ибрахим халилулла, Алланың досы. Сол кезде Аллах субханаху ва тағала бірден Ибрахим алейхиссаламға мынандай сөз айтты дейді: "Хал раайта мухиббан якраху лиқау хабибаху" деп айтты дейді да. Ал сен қашан көрдің сүйікті өзінің сүйіктісімен көрісуді жек көргенін деп айтты дейді. Сол кезде Ибрахим алейхиссалам өлім періштесіне: "Иқбит, ал жаныңды қанекей" деп айтты дейді. Негізі уақытында келіп тұр ғой, бірақ сондай диалог болғанда. Ал сен қашан көрдің? Алла демек Ибрахим пайғамбардай келе адамдармен кездесуді не істеген? Жақсы көрген. Сол себепті қандай сөз бар? Алламен кездесуді кім қаласа, Алла онымен кездесуді қалайды. Алламен кездесуді кім жақсы көрсе, Алла онымен кездесуді жақсы көреді. Алламен кездесуді біреу жек көрсе, Алла да онымен кездесуді жек көреді. Сол үшін біздің салихалы адамдарымыздың барлығын жан тапсырғанын қарап отырсаңыздар, не деген иштақту деп жан тапсырады екен да, сағындым деп. Кімді сағынып жатыр? Алланы және оның елшісін сағынып жатыр. Алланы және оның елшісін. Субханалла, Аллаға деген сағыныштары болғанда олар